Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі пәні бойынша 6-шы дәріс. Азық-түлік өндіру мен сақтау процестеріндегі жаңа бағыттар. Дәрістің мақсаты. Азық-түлік өндіру мен сақтау процестеріндегі жаңа бағыттарды игеру. Сұрақ. Бірінші сұрақ азық-түлік өндіру процестеріндегі жаңа бағыттар. Екінші сұрақ азық-түлік сақтау процестеріндегі жаңа бағыттар. Азық-түлік өндіруде жаңа бағыттар пайда болды. Ол жаңа бағыттар біздің қандай да бір жаңағы технологияларды, жаңағы өндіру процесін жеңілдетеді және де оңтайлы етеді. Сондай әдістердің бірі азық-түліктің 3D шығару жаңағы жаңа түрі. Яғни азық-түлік өнеркәсібінде 3D басып шығару күрделі пішіндер, текстураларды жасауға, сонымен қатар ингредиенттердің құрамымен әртүрлі эксперименттер жасауға мүмкіндік береді. Басқа машиналарды шоколад, паста, ет, көмістер және тіпті ет алмастырғыштар сияқты әртүрлі өнімдермен жұмыс істей алады. Бұл технология денсаулық жағдайы немесе диеталық ерекшеліктерге сәйкес тамақ өндіруге және жеке тағамдар жасауға қолдануы мүмкін. Түрлі жаңағы кондитер өнімдерінде өнімді сәндеу үшін қолдану мүмкін. Азық-түлікті сақтау процестеріндегі жаңа бағыттар бұл өнімнің сапасын ұзақ уақыт бойы сақтауға, қоршаған ортаға зиян келтірмеуге және тұтынушыға қауіпсіз өнім ұсынуға бағытталған инновациялық шешімдер. Азық-түлік 3D басып шығару, 3D food printing бұл арнайы үш өлшемді принтерлердің көмегімен жеуге жарамды шикізаттардан пюре, қамыр, шоколад, ірімшік, ақуыз массасы сияқты тағамдарды қабат-қабатымен басып шығару технологиясы болып табылады. Кәмпиттер қант, глюкоза, шәрбат немесе басқа да тәтті қоспалар негізінде жасалатын тәтті кондитер өнімдер. Олар дәмі, пішіні, консистенциясы және дайындау технологиясы бойынша әртүрлі болады. Осы кондитер өнімдерінде кәмпиттерді түрлі формада шығаруға осы 3D принтерін қолдануға болады. Келесі жаңа технологиялардың бірі ол клеткалық ет ферментациясы. Ол жануарлардан сынама алынады, бұл ет талшықтарын тошаларынан бөліп алады. Тошаларды оқшаулап, қоректі ортаға салынады, олар өсе бастайды. Тошалар бір-бірімен бірігіп, миотуп деп аталатын талшықтарға айналады. Миотуптар гель түйіндердің айналасында өседі, нығыздалып, ісіне бастайды. Тоша тіндері жіптерге айналады, біреуіндегі триллион клетка болуы мүмкін. Қажетті мөлшерде өскен кезде біртұтас ет болады. Жасанды етті қалай жасауға болады? Жасанды ет бұл жануар соймай-ақ өсімдік немесе жасушалық негізде өндірілетін етке ұқсас тағам өнімі. Оны өсімдік негізіндегі ет немесе зертханада өсірілген ет деп екіге бөлуге болады. Жасанды еттің құрамы. Жасанды еттің құрамы нақты етке ұқсас дәм, текстура және сыртқы түр беру үшін арнайы таңдалған өсімдік немесе биотехнологиялық ингредиенттер жиынтығы. Ол екі негізгі түрге бөлінеді. Өсімдік негізіндегі ет және зертханалық жасушалық ет деп бөлінеді. Жасанды ет шығару зауыттары. Бұл зауыттар өсімдік ақуыздарын, мысалы соя, бұршақ, бидай пайдаланып етке ұқсас өнімдер шығарады. Beyond Meat ақш-та орналасқан өсімдік негізіндегі бургерлер, шұжықтар және басқа да өнімдер шығарады. Компанияның өнімдері Макдональд, Plant бургері, өсімдік негізіндегі наггетс сияқты танымал өнімдерді қолданылады. Келесі өндіруші ол Impossible Food ақш-та орналасқан соя ақуызы мен кокос майын пайдаланып етке ұқсас өнімдер шығарады. Компанияның өнімдері Бургер Кинг сияқты мейрамханаларда ұсынылады.
Гарден Канадада орналасқан балықсыз филе, тауық нагеттер және басқа да өсімдік негізіндегі өнімдер шығарады. Компания Pinnacle Food компаниясына тиесілі. No Meat Factory Канадада орналасқан тек өсімдік негізінде тағамдарды шығаратын инновациялық зауыт. Компания бренд иелері, бөлшек саудагерлер және қоғамдық тамақтану орындары үшін өнімдерді әзірлейді. Келесі ол нанотехнологиялар. Нанотехнологиялар азық-түлік өнеркәсібінде нанотехнологиялар азық-түліктің және ораудың қасиеттерін жақсарту үшін наночастиц, нанобөлшектер және наноматериалдарды қолдануды қамтиды. Нанобөлшектер, наночастицалар олар өнімдердің сақталу мерзімін ұлғайту, олардың дәмдік қасиеттерін жақсарту немесе азық-түлік бүлінуіне жол бермейтін белсенді ораулар жасау үшін қолданылуы мүмкін. Бұл технологиялар азық-түлік қоспалары мен дәрі-өнімдердің тиімділігін арттыру үшін де қолданылуы мүмкін. Азық-түлік гибридтері, апельсин, киви гибриді бұл табиғи немесе жасанды селекция арқылы алыну мүмкін деген идея қызықты болғанымен, апельсин мен кивидің тікелей гибриді қазіргі таңда табиғаттан немесе өндірісте кең тараған түрде жоқ. Келесі интернет заттары. Яғни интернет заттары бұл жерде жасанды интеллект арқылы өндірісті мониторингтеу үшін интернет заттарын, яғни азық-түлік өндірісті, логистика процесстерін сапаны, қауіпсіздікті және тиімділікті арттыру мақсатында енгізіледі. Датчиктермен жабдықталған құрылғылар өнімдерді сақтау және тасымалдау жағдайларын нақты уақытта бақылап, температура, ылғалдылық және басқа да факторлардың бұзылуын ескертеді. Бұл азық-түліктің жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз етуге және шығындарды минимализациялауға көмектеседі. Осындай жасанды интеллекттер органолептикалық әдіс кезінде өте маңызды, себебі органолептикалық әдіс ол адамның сезім мүшелері арқылы анықталатын әдіс, яғни мұрын арқылы, тіл арқылы, құлақ арқылы, ұстап сезу арқылы, яғни адам анықтайды. Алайда адамның қандай да бір ауырған жағдайда, болмаса қажетті жарық түспеген жағдайда ол жаңа өнімнің органолептикалық нәтижесін дәл болуына сенім арта алмайды. Сенімді бола алмайды. Бірақтан соның орнына қазіргі кезде датчиктермен жабдықталған жасанды интеллекті бар, жаңағы сезімтал тіл деген сияқты, сезімтал көз деген сияқты жаңағы құрылғылар бар. Осы құрылғылар арқылы олар мыңдаған жаңағы иістерді, дәмдерді ажырата алатын қабілеті бар, және де олар ешқандай жағдайға қарамастан, яғни жарықты да талап етпейді, және де басқа да жағдайлар талап етпейді, жаңағы дұрыс нақты шешім нәтиже бере алады. Жасанды интеллект және машинамен оқыту, қолдану жасанды интеллект және машинамен оқыту азық-түлік өндіру процестерін оңтайландыруға, рецепттерді жақсартуға және тұтынушы тағамдарын болжауға көмектеседі. Жасанды интеллект арқылы азық-түлікпен байланысты трендтерді анықтау, жаңағы тұтынушылардың диеталық қажеттіліктеріне сәйкес жаңа рецепттерді ойлап табуға мүмкіндік бар. Активті және ақылды ораулар. Белсенді және ақылды ораулар сыртқы ортаға байланысты қасиеттерін өзгерту мүмкін заттарды қамтиды. Мысалы, ылғалды сіңіреді, артық оттегін шығарады. Бұл өнімнің балғындығы мен сапасын сақтауға көмектеседі. Яғни ақылды ораулар тамақтың температурасын сақтау мерзімі, балғындығы сияқты параметрлерді бақылап отыратын датчиктерді қамтуы мүмкін. Бұрыннан белгілі сақтау үрдістері бар, солардың бірі қалбыр, банкілер, шынаяқтар және де бөтелкелер. Енді соңғы жаңағы технологиялық
түрлеріне ол тетрапакет жатады. Тетрапакет бұл көбінесе сұйық тағам өнімдерін, сүт, шырын, соус және тағы басқа сұйық өнімдерге ұзақ уақыт сақтауға арналған қаптама материалы. Оның негізі көп қабатты картон, оны алюминий, фольгамен және пластикпен қаптайды. Бұл өнімді қорғап, ұзақ сақтау мерзімін қамтамасыз ете алады. Мына жерде суретте көрсетілгендей, 75% картоннан, 22% полиэтиленнен және 3% фольгадан тұрады. Қалбыр болмаса консерві тағамдарды ұзақ уақыт сақтауға арналған қаптама. Әдетте металл, темір немесе алюминий банкада дайындалады. Бұл әдіс өнімнің тағамдық қасиеттерін сақтау үшін қысым мен жылуды пайдаланады. Және бұл жаңағы дәстүрлі бұрыннан келе жатқан өнімді ұзақ уақыт сақтауға арналған әдістердің бірі. Алайда қазіргі таңда осы жаңағы қалбырлардың да жаңа түрлері шығып жатыр. Мына жерде суретте көрсеткендей, тұтынушыға оңай ашылатын етіп жасалуы, және де оның материалының да жаңағы уақытқа, коррозияға төзімді сапалы материалдан жасалу деген сияқты жаңа технологиялар ойлап табылып жатыр. Шыны банкаларда жаңағыдай орналасқан өнімдер, яғни банкілер металл қаптама немесе алюминий, әдетте өнімдерді сақтауға арналған, алдын ала стерилденген немесе пастерленген. Олар консервілеу әдісімен ұқсас, бірақ әртүрлі көлемде болуы мүмкін. Және де бұл жаңағы қалбырда орналасқан консервілеу әдісінде ол жерде металл қолданса, бұл жерде шыны қолданылады. Бөтелкелер көбінесе сұйық немесе жартылай сұйық өнімдерге арналған қаптама түрі, әдетте әйнек немесе пластик материалдан жасалады. Олар ыдысқа құю әдісімен толтырылады және кейде термиялық өңдеуден өтеді. Барлық жаңағы сақтау әдістерін алатын болсақ, бұлардың ішінде өзінің жаңағы ерекшеліктері мен кемшіліктері бар. Егер де әр әдістің ерекшелігі мен кемшілігін айтатын болсақ, жаңағы мысалы жаңағы тетрапакет, ол қатты тетрапакетте орналасқан өнімдерді тасымалдау оңай. Өнімге сүт болатын болса, ол күннен оқшауланып, жаңағы өнімдегі С витамин жоғалуына төтеп бере алады. Одан кейін тетрапакеттің өзі жеңіл болады, және де тасымалдауға тағы да бұл қолайлылық тудырады. Және де экологияға бұл жартылай енді зиян деп айтсақ болады, өйткені бұл көп қабатты материалдан жасалады. Егер де ол жеке әр қабатын алатын болса, әр қабатын бөлшектейтін болса, онда ол өңдеуге жарамды. Яғни картон қабат, алюминий қабаты деп жеке бөлетін болса, оны қайта өңдеуге болады. Одан кейін пластик бөтелкелер, олар да тиімді қолданғанға жеңіл болып табылады. Формаларында түрлі формаға келтіріп, тасымалдауға оңайлық жасауға болады. Алайда бұл бөтелкелердің кемшілігі, бұл жаңағы бір-ақ рет қолдануға арналған, және де бұл экологияға орасан зиян келтіруі мүмкін. Өйткені пластик бөтелкелер жаңағы топырақта болмаса жаңағы табиғатта ол жаңағы ыдырамайды, бірден ыдырамайды, оған өте көп жылдар қажет. Мысалы, пластик бөтелкелерге 500 жылға дейін жаңағы уақыт қажет. Жер бетіне қазір өте көп пластик қолданылғанның кесірінен пластик аралдары пайда болып жатыр мұхиттарда. Осы пластиктің зиянды тағы бір әсері, бұл ормандарға қауіп. Өйткені сыртта қалған пластик ол жаңағы күн сәулесін өткізіп өрт тудыруы мүмкін. Одан кейін пластик бөтелкелерінің тағы бір жаңағы кемшілігі, ол жаңағы жер бетінде өте көп мөлшерде қазір пластик бар, және де ол пластиктің жаңағы күн сәулесінен жаңағы өнімге, мысалы, ұзақ уақыт күн сәулесінің астында тұратын болса, оның құрамындағы фталат, тағы басқа да зиянды заттар, олар өнімге берілуі мүмкін. Одан басқа айтылған жаңағы консерві өнімдері, консерві қалбырлары, олар
өнімді ұзақ уақытқа сақтауға мүмкіндік береді, бірақ та ол жоғарғы ысымен стерильденетін болғаннан кейін оның құрамындағы өнімнің витаминдерінің және минерал заттары азайып кетеді. Одан кейін жаңағы көп қалдырлардың егер де жасалған материалы нашар болатын болса, онда ол коррозияға ұшырап, жаңағы қандай да бір мөлшері жаңағы металдардың жаңағы өнімге өтіп кетеді. Келесі ол жаңа технологияларға сублимациялық вакуумды кептіргіш жатады. Сублимациялық вакуумды кептіргіш бұл өнімді кептіру үшін вакуумдық жағдайларда сублимация процесін қолданатын құрылғы. Сублимация дегеніміз не? Бұл сұйық күйге өту процесі арқылы қатты дененің тікелей газға айналу процесі. Бұл кезде сұйық күйде болған зат болашақта қалыптасатын қосымша қысымның әсерінен шығарылады. Сублимациялық вакуумды кептіргіштің принципі. Бұл кептіргіш өнімді вакуумды ортада қыздыру және сублимация процесін қолдану арқылы жұмыс істейді. Бұға өнімге сұйық фазаның орнына тікелей газды күйде су бөлінеді. Бұл өнімнің сапасын сақтауға мүмкіндік береді. Әдетте бұл процесс өнімнің құрылымын сақтауға, дәмін, хош иісін және қоректік заттарын жоғалтпай сақтауға көмектеседі. Шоқтық мұздату, шоковой заморозка деп те атайды. Яғни бұл жаңа технологиялардың бір түрі, өнімді ұзақ уақыт сақтауға және де өзінің жаңағы балғын күйдегі түрін, жаңағы құндылығын сақтап қалуға мүмкіндік беретін сақтау әдістерінің бір түрі. Бұл тағам өнімдерін өте төмен температурада өте қысқа уақытта мұздату процесі. Мысалы, -40 градуста лезде бірнеше секундқа ғана жаңағы мұздату. Бұл процесс әдетте өнімнің сапасын сақтап қалуға, оның құрылымын, дәмін, қоректік заттарын, пайдалы қасиеттерін максималды түрде қорғауға бағытталған. Жаңағы шоқтық мұздату болмаса заморозкасы өнімді тез мұздатып, ішіндегі судың кристалдары ұсақ болып қалуын қамтамасыз етеді. Бұл тағамның жасуша құрылымын сақтауға мүмкіндік береді. Шоқты мұздатудың жүру процесі қысқа уақыт ішіне өте төмен температураға түсіру, әдетте тағам 10-30 минут ішінде -18 градуспен -40 градус аралығында температурада мұздатылады. Келесі мұздату жылдамдығы. Бұл жағдайда судың кристалдары ұсақ болады. Бұл тағамның құрылымының бұзылуын болдырмайды. Келесі өнімнің сақталуы. Мұздатылған тағам ұзақ уақыт бойы сапасын жоғалтпай сақталуы мүмкін.